Қарындасыңыз таныстырды? Қарындасын таныстырды. Туған қарындасым сол. Жаңа мен өзім сол жеке жүрген кезде ол жылап звондайтын, маған қоңырау шалатын. Қарындасыңыз ба? Аға. Сөзіңізді бөлейін, кешірім өтінемін. Муминаның жасы нешеде? 23-те. 23-те. Муминаның жасы 23-те. Араларыңыз 15 жас. 15 жас. Қалай екен 15 жас? Сезіле ма? Енді ол сәл көтеріле салды, понятие жағынан мен сәл түсе салдым ғой. Тамаша. Солай болды. Қанша уақыт сөйлестіңіздер? 1 жыл сөйлестік. 1 жыл сөйлестіңіздер. Сөйтіп қарындасын таныстырды, сөйтіп екеуміз жолығып, маған енді түсінік жағынан ұнады. Мен өткен өмірім бар, басқасы бар. Мені қатты сүйеді, мені қатты құрметтейді, мені бағалайды. Менің творчествома, менің жеке өзімнің азаматтық болмысыма өте қатты құрметпен қарайды. Сіз жаңа айттыңыз ғой өзіңіз, 4 балам бар деп. Үлкен нешеде? Үлкен 15-те. Үлкен 15-те. Мумина 7 жас үлкен. Муминадан 7 жас үлкен ба? 8 жас үлкен ба? Мумина 8 жас үлкен. Ол ғой, Ол үлкенім ол. Кенжеңіз? Ол да ол. 3 жыл бір қыз ғой. 3 жыл бір қыз. Кез келген қазақтың баласының арманы екен, 3 жыл. Бірақ айтты, мен жеке өміріме араласпайсыз деді. Жаңа әйелім айтты. Мен жеке өміріме араласпайсыз. Барынша қолдан келгеннің бәрін жасадым. Енді ары қарай мен үйленемін ба, басқа қыз тауып үйленемін ба, не істеймін? Енді оны мен өзім шешемін дедім, бұйырса. Өйткені енді ер азамат болғаннан кейін бәрібір бойда күшін тасып тұрса бәрібір енді ұзақ жүруге де болмайды. Сөйтіп, осы кісінің қазіргі жанында Муминаны таптым, былайынша айтқанда. Сөйтіп сол кісімен, бұл кісіні тапқанға дейін де, ойбай, біраз жерде айналып келдік қой. Қыз іздеп? Қыз іздеп. Қытайға да бардым. Қытайдың қай қаласына? Гуанчжоу. Гуанчжоуда, иә. Сол жақта бір қыз болды. Ол қызбен негізінде сол жарастырғандай болды ғой енді. Бір-бірімізден кешірім сұрап, сол бір түнде үйге көшіріп келдім. Балаларды алып, балалар енді өте күшті, қуанып, үйде сондай бір көңілді болып, енді ата-анасының жанында толыққан. Сөйтіп жүгіріп ойнап жүрді. Ол кезде мен жаңа Тараз жаққа гастрольдік сапарлар ұйымдастырып жүрмін. Сөйтіп бір аптаға жетпей қайтадан кетіп қалды ол кісі. Әй-шәй жоқ па? Әй-шәй жоқ болғанда енді мен 2,5-3 жылдай уақыт уже мен ары бері жалғыз өмірге үйреніп қалған бір жағынан. Үйде жалғыз өзім. Былай шығам, тек қана үйге келгім келмейді. Басқа қалаларда жүрем. Үйге бір 2 күн, 3 күн қалсам болды, депрессияға кіріп кете берем ғой. Өйткені үйдің ішінің бәрі бір бала шағаның күлкісімен, сондай мен толады ғой. Бақытты сәттерім. Жақсы көріп тұрасың, сағынып тұрасың. Бірақ бүйтіп келген кезде білмеймін, бір нәрсе бір-біріңді көрсең болды андай. Атылғың кеп тұратын сияқты нәрселер оң тарапынан да болып тұрады. Ескі жаңа мінезі өзгеріп кетеді, кейіннен жаңа сұрағанда бәрі сиқыр қалып кетіп тұрады ғой. Үйдің ішінен көп жаңағыдай дүниелер тауып алдым мен кейіннен жаңа өзім жалғыз жүрген кездерде. Кім сиқырлаған сонда? Оны білмеймін. Енді оған қатты неткен жоқпын. Бірақ өзім төсегімнің бас жағынан болсын, көп инелер, бұрыш-бұрышқа асты бір нәрсе себілген тұздар, одан кейін перделерге тығылған, бас күйдірілген инелер, паластың астына шашылған бір даланың топырағы болады ғой бір. Сондайлар 13 кім алып келеді, мен мысалы кім алып келіп шашады ондай нәрсе. Мен баяғыда еститінмін, қабірдің топырағын алып келіп шашып кететін деген сияқты. Сондай нәрселер тауып аламын. Ой, көп айналып келгенде ол өзі де мойындады, мен де соған келіп тірелдім. Сол біздің отбасымыздың бақытын көре алмаған адамдардың көздеген мақсаты жеңді деп мен өзім солай тұжырымдадым.